Ғалымдардың пайымдауынша адамзат өркениетінің шарықтау нүктесі болып жазу ескерткіштері болып келеді. Міне осы жазу ескерткіштері қазақ даласында кеңінен таралған. Әсіресе Арал мен Каспий өңіріндегі жазу ескерткіштерін айта кеткен жөн. Міне осы орайда өзіміздің облысымызға белгілі эпиграфист ғалым, арабист, өлкетанушы Нұрлан Құлбаев ағамыздың Арал мен Каспий аралығында орналасқан ескерткіштің араби жазуларының анықтамалық атты еңбегі орасан зор үлесін қосары сөзсіз. Бұл еңбектің жазылу барысында үлкен аумақтың территориясында орналасқан 245-тен аса қорымдар, 2800-ден аса құлпытастардың сыры ашылған болатын еді. Осы құлпытастардың орналасқан территориясы Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан өңірлерін және де көршілес жатқан Өзбекстан Республикасында орналасқан Қарақалпақстан жеріндегі қорымдарды қамтыған болатын еді. Бұл ескерткіштер филологтар үшін, тарихшылар үшін, өлкетанушылар үшін, шежірешілер үшін өте үлкен зор көмегін тигізері сөзсіз. Сондықтан да баршаңызға да қарапайым оқырмандар үшін де бұл еңбектің сіздерге берер құндылығы көп. Сондықтан да әр отбасының төрінде тұратын елеулі еңбек екені сөзсіз.